шаруашылығымен айналысып жүрген кісілерге құсты көп соятын бройлер құстарына бағатындар, бөдене етімен, бройлер етімен айналысатын кісілер, құстың етімен, қаздың етімен, үйрек етімен айналысатын кісілер болса, постоянно соятын кісілер болса, конус деген құрылғы бар. Бұл операционный машинаға дейінгі процесстер қолды өте жеңілдетеді. Конус деген құрылғы ол құсты өздерін жалпы сойып жүрген адам біледі өзі. Құсты сою оңай емес, ұстап тұратын адам керек деген сияқты ғой. Сол себепті мына конус деген құрылғы құсты аластарда екі сондай өзінің бас салатын жерлері бар. Құсты басымен төмен қаратып конусқа саласыздар. Төмен жақта бас шығып тұрған кезде бой жібересіз, сосын қан ағып жаймендеп тұрады. Процесті жеңілдетуге арналған конус деген құрылғы. Одан кейін бар шпарчан деген құрылғы бар. Бұл температураны ұстап тұрады, 40 градуста, 30 градус болса 30 градуста мысалға. Судың температурасын ұстап тұрады. Сіздер операционный машинаға салардың алдында суға саласыздар ғой. Ыстық суға саласыздар, жүндері сәл жұмсару үшін, терісіне тез жылыну үшін қауырсындары. Сондай шпарчан деген құрылғылар бар. Конус, содан кейін бар шпарчан, одан кейін бар операционный машинаға өтесіздер ғой. Құсты сойғандағы жүндердің қауырсындарын жұлғандағы процестерді жеңілдетуге арналған құрылғылар ғой болар. Егер іздесеңіздер, хабарласыңыздар, барлығы Алматы қаласынан жіберіледі. Бар заказ, хабарласыңыздар ағайын. Мен видеомда осындай шаруашылығында тауықты сойып, ар жағында процестерден қиналып жүрген кісілер болса, осы видеоны беріп қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып отырыңыздар. Каналдарыма тіркеліп отырыңыздар. Аман болыңыздар ағайын. Хабарласыңыздар.